Сәлем достар, қалдеріңіз қалай? Міне мен алдарыңызда өте дәмді және тез әрі бір жасағаннан жасалынатын меренговый рулет дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін көрейік. Ол үшін алдымен 5 жұмыртқаның ақ-уызын аламыз. Оған шым-шым тұзымызды салып, жақсылап тұрып миксермен шайқайтын боламыз. Содан соң оған шекерімізді біртіндеп салып, миксермен шайқайтын боламыз. Ағарғанша, жоғарыдан көтерген кезде түспейтіндей болу керек. Міне осындай болуы қажет. Төңкерген кезде ақпайтын болуы тиіс. Енді оны формамызға міндетті түрде пергамент қағазы арқылы осы массамызды тегістеп жайып шығатын боламыз. Массамызды жайғанша қыздар менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Лайк, комментарий жазып, және де қоңыраушаны басып кетеміз. Себебі менің жаңа рецептім шыққан кезде сіздер бірінші болып көре аласыздар. Енді осыны қызып тұрған пешімізге 150 градуста 20-25 минут пісіріп шығамыз. Міне менде дайын болды. Осылай әдемі пышный болып шықты. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сахарный пудра және де творожный сыр және де сливки 33% болуы тиіс. Сливкиді бірінші миксермен шайқаймыз. Оған творожный сырымызды салып, тағы да шайқайтын боламыз. Содан соң сахарный пудрамызды салып, тағы бір шайқап алатын боламыз. Міне креміміз дайын болып қалды. Енді оны рулетімізге тегістеп жайып шығатын боламыз. Содан соң пергамент қағаздың көмегімен осылай әдемілеп орап шығамыз. Дайын болған рулетімізді теңде 2 бөлікке бөліп аламыз және де қалған кремімізді үстіне жағып, әртүрлі ягодкаларды немесе фруктыларды әдемілеп қойсаңыздар болады. Міне қыздар дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де көп ингредиентті қажет етпейді, бір жасағаннан жасалынатын болады. Міндетті түрде жасаңыздар, отбасыңызды қуантсаңыздар болады. Ас болсын, сіздермен болған мен Жұлдыз.